Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео буындары ауырып жүрген адамдарға арналады. Кімде қол, аяғы, тізесі ауырып, артрит, артрозы болса, неше түрлі буынмен мәселелер болатын болса, сізге осы видео пайдалы болмақ. Сондықтан видеоны өткізбей соңына дейін қарауды ұсынамын. Буын аурулары қазіргі таңда өте көп тарап кетті. Өйткені бұрынғы заман мен біздің заманды салыстырар болсақ, буын ауруы өте көп. Бұл неге дейтін болсаңыздар, ең біріншісі бұл біздің дұрыс тамақтанбауымызда. Екіншіден, химиялық заттарды көп қолдану және қантты, көмірсулар жоғары тағамдарды жеу бұл біздің буындарымыздың құртылуына әкеледі және артық салмақтың болуы. Жалпы артрит, артроздан арылтатын 4 препаратпен бөлісемін. Осыларды қолдана отырып, сіздер артрит, артрозды жеңсеңіздер болады. Ең бірінші, буын ауруларының симптомдарына тоқталайық. Алғашқы басталған кезде үнемі қақсап тұрады. Тізе болсын, аяқ болсын, ауру сезімі басылмайды. Тіпті буындар ісінуі мүмкін. Аяқтарды жылжытқанда, яғни тізе тұсында, шынтақ тұсында дыбыс шығуы мүмкін, яғни қытырлайды, қытыр-қытыр деген сияқты. Температура көтеріледі, оның ішінде местный температура болады, яғни аяқ тұсында, тізе тұсында деформация ұшырауы мүмкін. Мысалы, қолымыздағы саусақтардағы өзі деформацияға ұшырайды, яғни буындар қисайып кетуі мүмкін. Және аяқ тұсында да балтыр қисайып, аяқтың түрі басқаша болып кетеді, яғни оны деформацияға ұшырау деп айтамыз. Сонымен қатар негізгі себептері бұл бізде артық салмақтың болуы. Егер сіздің артық салмақ болса, оны арылуға тырысу керек, өйткені ол артық салмақ буындарымыздың өзгеріске ұшырауына, буындарымыздың ауруына әкелуі мүмкін. Екіншіден, сахары көп тамақтар жеу, жоғары көмірсулы тағамдар жеу бұл бізде организмде воспаление шақырады. Яғни ол қабыну процесі тек буындарда болмайды, барлық органдарда болуы мүмкін. Сондықтан ол қабыну біздің буындарға соққы болып келеді. Яғни буындардың арасындағы сұйықтықты азайтып жібереді. Яғни мысалға бізде темір мен темір бір-біріне соқтыққанда олда дыбыс шығады. Ал егер оны майлап тұратын болсақ, ол жақсы қозғалады. Сол сияқты адамда да буындардағы сұйықтық азайып кеткен жағдайда ол жерде буын ауырады, қытырлайды және ыңғайсыздық туғызады. Сол сияқты сол біздің организмде сұйықтық азайып кеткенде біздің буындарымыз ауыра бастайды. Буын ауруын артрит, артрозбен шалдыққан адамдарға көмектесетін препаратпен бөлісейін. Ол біріншісі глюкозамин, екіншісі хондроитин. Бұл екеуі бірге комплексіне жүреді. Яғни бұл бізді қалай жұмыс жасайды? Жаңа жоғарыда айтып өттік қой, буын ішіндегі сұйықтық шығып кетеді, сондықтан бізде буын ауырады. Ал осы екі препарат сол буыннан шығып кеткен сұйықтықты қалпына келтіруге, орнынан толтыруға арналған. Яғни бұл дәріні біз 6 айға дейін ішеміз. Біз ешқашан буын ауруында 1 апта, 2 апта, 1 ай ішіп емдей алмаймыз. Сондықтан буын ауруынан ауыратын адамдар көбінесе ем ұзақ жүреді. Кем дегенде 6 айға дейін созылуы мүмкін. Сондықтан бұны орташа есеппен алғанда үлкен адамдар 1 капсуладан 2 рет тамақтан соң күніне ішеді. Ал егер сіздің дозировка дұрыс керек болатын болса, өзіңіздің емдеуші дәрігеріңізден сұрап алсаңыз болады. Әр адамға жеке дозировка бөлінеді. Үшінші, ол витамин С. Бұл неге десеңіздер, көп адамдар ойлайды, бізге буынымыз ауырады, демек біз кальций ішуіміз керек деп. Негізі буынымыз ауыра бастағаннан бастап бізде витамин С жеткіліксіз болады. Витамин С-ны барлық адам ішіп жүру керек, негізінде профилактика ретінде. Ал витамин С жеткіліксіз болатын болса, оны дозировкасымен ішеді. Жалпы дәрі жасалынатын зат егер нашар болатын болса, ол бізге сіңбейді. Қазір дәріханаларда синтетикалық түрі өте көп. Ол біздің организмге сіңбейді. Сондықтан қандай дәрі алатын болсаңыздар, витамин, бат алатын болсаңыздарда халықаралық сертификаты бар, сертификатталған, денсаулық сақтау ұйымынан өткен дәрілерді алғандарыңыз жөн. Ол біздің организмімізге сіңімділігі жоғары болады. Келесі ол бізде омега-3. Омега-3 бұл май. Оны бәріміз білеміз, қандай көмегі тиетін. Және біз омега-3-де тек буынға ғана ішпейміз, барлық организмімізге пайдалы. Және ішетін кезде де жоғарыда айтқанымдай халықаралық сертификаты бар батты ішеміз. Ол біздің организмге сіңімділігі жоғары. Енді буынмен проблема басталса, ең бірінші артық салмақты лақтырамыз. Екінші, дәрілерді уақытылы ішеміз. Яғни тек 1 ай, 2 ай ішкеннен тастап кетпейміз. Соңына дейін
кем дегенде 6 айға дейін ішесіздер. Егер ішу қиындық туғызып тек тоқтамай ішеміз деп ойламаңыздар. Оның ішінде 1 ай ішіп 10 күн демалып немесе 1 ай ішіп 1 ай демалып солай 6 айға дейін жеткізесіздер. Және диетаға отырасыздар. Диетаға отырғанда құрамында қанты бар, көмірсулы жоғары тағамдарды өз рационыңыздан алып тастайсыз. Яғни ұннан жасалған тағамдар, сахары көп тағамдар, торттар, бәліштер, газды сусындар, осылар біздің организмімізге мүлде пайдасы жоқ. Сондықтан рационнан мүлдем алып тастаймыз. Бүгінгі ақпаратым осындай. Жаңа жоғарыда айтып өткен препараттар мен дәрілерді, витаминдерді төменге қалдырамын. Қарап, өз дәрігеріңізбен кеңесіп ішулеріңізді сұраймын. Бүгінгі ақпаратым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.